Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы номер 10 орта мектептің 10 сынып оқушысы Шехиев Таяныш боламын. Жоба жетекшім Көрпелеева Айгүл апай. Менің жобамның тақырыбы ұтымды баспана, яғни экоблок. Осы жобада мен нақты өзіме екі мақсат қойдым. Оның біріншісі қаражат үнемдеу, ал екіншісі уақыт үнемдеу. Қазіргі таңда осындай көптеген қабырға тастары бар. Олардың ішінде газоблок, шлакоблок, пеноблок тағы басқа. Ал бірақ олардың бағалары өте қымбат. Қазіргі таңда таспен осындай 10-10 үйдің таспен қалау және фундамент сосын сылау жұмыстарына біздің есебіміз бойынша орта есеппен 3.700.000 теңге қаражат шығын шығады. Біз осы шығынды үнемдеу мақсатында экоблок тасын ойлап таптық. Экоблок тасы деп аталу себебі экологиялық таза әрі адам өміріне қауіпсіз қоспалардан тұрады. Олардың ішінде опилка, топырақ, цемент және құрылыс торы. Егер біз жаңағы осы 10-10 үйді біздің экоблок таспен құратын болсақ, біздің шығынымыз небәрі 1.200.000 теңгені құрап тұр. Біз осы экоблок тас арқылы 2 миллион теңге шығынымызды үнемдейміз. Осы экоблок тасының тағы да бір жағымды және плюс жақтары, қысты күні өте жылы болады және оңай әрі тез жасалынады, көп құрылысшы қажет етпейді. Осымен осы экоблок тасы құралды. Мінекей біз экоблокқа цемент құйып жатырық. Цемент құйып болдық. Ендігі кезекте мұнда біз өзінің мөлшерінде опилка құямыз. Шебінің орнына опилка пайдаланып жатсың ғой, иә? Мұнда біз арнайы мөлшерде осы опилканы қойып жатырық. Біз мұнда бәрін орналастырдық. Енді осын суға араластырып, мұнда арнайы торшамен бекітеміз. Бұл торша бізде арнайы құрылыстық торшалар. Және бұл кішігірім бір бөлігі. Ал негізінде біздің стандарт экоблок биіктігі 1 метр, ұзындығы 2 метр және ені 30 сантиметр болады. Оның жағымды және плюс жақтары 2 адам болып оңай көтеруге болады. Оның алатын жері, мысалы, жаңа айтқандай стандарт экоблоктың алатын жері 2 квадрат метр. I'm gonna give it to you tonight, tonight. I'm gonna give it to you tonight, tonight. I'm gonna give it to you tonight, 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 tonight. Yeah. You must be a comedian. This must be your stand-up routine. Girl, I can't take you serious. No, no. Did you think you were getting off that easy? Your body's calling me like a moth to the flame. And I can tell that you want me. And shorty, I feel the same. So you ain't going nowhere. Did you think I was letting you go home tonight? Did you think I was letting you body out of my sight? When I got some real crazy things to do, I wanna try. You're about to get it done. You're about to get it tonight. You thought you was teasing